Нөмір сүресі 87 аят. Сор өрілген күні. Алла қалаған біреулерден басқа көктерде болғандарда, жерде болғандарда үрейленеді. Сондай-ақ барлығы Алланың алдына сүмірейіп келеді. Өлімнен кейінгі өмірге, яғни ақыретке иман келтіру, ислам негіздерінің бірі. Ақыреттегі өмір қиямет орнағаннан кейін басталады. Оның уақыты Алладан басқа ешкімге белгілі емес. Сор үрлеу міндеті жүктелген періште Исрафил алейхиссалам. Алғаш рет сор үрлегенде қиямет басталады. Бірінші рет сор үрлеген кезде аспандағы және жердегі барлық тіршілік иесі өледі. Ал екінші рет сор үрлеген кезде барлық өлген адамдар қайта тіріледі. Және есеп сағат үшін Алланың алдына жиналады. Бұл оқиға Құранда ап-айқын айтылады. Хаққа сүресі 13-15 аяттар. Сонда бір рет сор өрілген сәтте, жер мен таулар көтеріліп, соғылып күйреген сәтте, міне сол күні қиямет оқиғасы болады. Зүмір сүресі 68 аят. Сор өрілгенде Алланың қалағаннан басқа көктердегі жан иелері, жердегі жан иелері жығылып өледі. Бірақ Алланың қалағандары қалады. Сосын екінші рет сор өріледі де, сонда олар тұрған бойда қарап қалады. Ясин сүресі 51-53 аяттар. Сор өрілсе, сонда олар қабірлерінен Раббыларына жүгіреді. Әттең-ай, бізді жатқан жерімізден кім тұрғызды? Дейді. Міне мейірімді Алланың уәдесі. Пайғамбар да шын айтқан делінеді. Бір ғана айғай болады да, сонда тұтас алдымызға әзір болады. Жиналады. Сордың дауысы сондай қуатты, құлақ жаратын, жан түршігерлік болады. Қияметтің орнауы өте қорқынышты және аңырарлық болады. Көптеген Құран аяттарында сол кездегі қорқыныш былайша сипатталады. Қиямет сүресі 5-15 аяттар. Бірақ адам баласы күнәні жалғастыра бергісі келеді. Қиямет күні қашан болады деп сұрайды. Қашан көз шағылысқан, ай тұтылған, күн мен ай бір араға келтірілген кезде адамдар сол күні қашар жері қайда? Дейді. Жоқ, әсте пана жоқ. Ол күнгі тұрақ Раббыңның алды. Сол күні адам баласына ілігері кейін істегені білдіріледі. Әрине адам баласы өзіне өзі көздеуші. Егер барлық желеулерін ортаға қойса да, қанша сылтауратса да, өз қылығы өзіне мәлім. Қиямет орнаған кезде ешкім біреудің халын ойлайтын жағдайды болмайды. Адамдар тіпті өздерінің туыстарына қашатын болады. Бұл сәт аятта бұлай баяндалады. Муминун сүресі 101 аят. Қашан сор үрілсе, сол күні олардың араларында туыстық байланыс жоғалып, бір-бірін сұраспайды. Әбәсі сүресі 33-37 аяттар. Ал енді қатты дауыс келген сәтте, сол күні кісі туысынан қашады. Шешесінен, әкесінен, әйелінен және балаларынан. Ол күні әркімнің ісі ауыр, әркім өз халімен әлек. Қияметтің басталу сәті жан түршігерлік болатыны соншалық, тіпті өзінің құтылуы үшін туған перзентін беруге дайын болады. Сол сәттегі қорқыныштан өздерінің емізілу сәбилерін ұмытып кетеді. Бұл жайлы Құранда былай баяндалады. Хадж сүресі 1-2 аяттар. Ай адам баласы, Раббыларыңнан қорқыңдар. Расында қияметтің сілкінісі үлкен нәрсе. Ол күні әр емізушінің емізгенін ұмытқаны және
әрбір буаз жәндіктің іш тастағанын көресің. Адамдарды мас түрде көресің. Негізінде олар мас емес, бірақ Алланың азабы қатты. Қияметтің басталу сәтінің қаншалықты қорқынышты екенін титтей де болсын елестету үшін жан түршігерлік жел сілкіністерін еске алайық. Қуатты жер сілкінісінің эпицентрінде қалып қойған адамдар өте қатты үрейленген. Айналасындағы қоршаған барша нәрсесін сілкініп, қозғалып жатқанын көрген кезде өздерінің мүлдем дәрменсіз жағдайға қалғандарын сезінді. Дәл сол сәтте әрбір адам өзінің қара басын және өздерінің жақындарын ойлап, құдіретті Аллаға жәрдем сұрап жалбарынады.